выходцы из исчезнувших сел Керченского полуострова собрались на встречу односельчан. Впервые она состоялась на месте, где некогда располагались села Карасиджиут и Аджименда. Здесь прочитали молитву в память об уроженцах села, не вернувшихся на родину. Көйлерден кеткен кішілердің балалары, торынлары бүтін Қырымға дағылдылар. Оларға шынды бір веселе олды, бір имкан олды, бір-бірлерін танымаға, көрмеге, мына бұл қартларымен танышмаға. Мен белесем, бұл бір темеліміз, яғни біз кімміз деген суалге жауап бере білежек бір тедбірдір. Ел бұндай көрішулер өткіземіз. Бір жоқ болған көйлерін мезарлығына балып, татарлардың сүйегі ятпаған ер жоқ, рухларына бағышлап, ел бірде бір жоқ болған көйің мезарлығынан келіп, бұндай дұға оқимыз. Встреча односельчан собрала выходцев из разных сел Ленинского района, которых больше нет на карте, а также гостей из Акмысджита и Бахчисарая. Особые гости – старики, которые делились удивительными историями до депортационного Крыма. Маңғыт көйінде тудым 30-шы елі. Ақылымда только 20 шығайды, Күрлеуіт деген көйде. Женк уақытында тенекелерін алып, анамыз айтайды, барып 20 алып келіңіз. Ана барып, шығырдан 20 алып келейдік. Сон не етеді соны? Оны шыраққа жағасың. Екі дәне офицергіні анам құтарған еді. Жараланғандар. Бізде ашлық екетан ұры бар еді. Шу ұрыны жеңде ашадық, бұшаттық. Ішіне анам киіз төшеді. Міндер салды, анау екі офицерді жерлештірді. Үстіне тақта жапты. Біздіңкілер келген сон, бұл солдатларыны шақырды екеуі. Бұл семьяға қайырды болмасын, встречать етсеңіз, ярдам берерсіз деді. Мұнада еткен екі дәне кәтке бумагаға yazып қалдырдылар. Біздің депортацияға шығарға жақ уақытында келділер таңдан, епсіміз зиқыдан яндық. Сон бір şey алдыртмай. Анам шығарды да анау кәтіні берді оқыды. Оқыған сон барып грузовой машина алып келділер. Біздің шина өзілері жүкледілер грузовой машинаға. Бек көп şey алдылар. Туылдым Кепекшерде 1 февраль күні 35-ші жылы. Бабам женікке кетті. Ояққа бияққа көйлерде жүреміз. Қара күн келді 18 майыс. Бізді келілерге саат 4-те 15 dakikada шығасыз. Бір şey алма болмай. Қартынан бір Құранын көтеріп шықты. Бір şeyim алмадық. Не ашау, не киіну. 2 айлық екемен ұрыс башлағанда. 3 yaşımda депортацияға аналамман, бабамман, ағаларымман, тоталарымман оғырадым. Кішкене едім, бір шеки білмеймен, салқоз савайға түштік. Анда енді бір көшеде яшадық, 6 баламан, ана баба. Келген жылы бабам кешінген, бабамны да білмеймен. Бингере шүкір, шы қызларыман, торынарыма яшайман Крымда. На Керченском полуострове около 200 сел считаются исчезнувшими. Большинство из них опустели после депортации крымских татар. Когда-то это были хоть и небольшие, но цветущие, развивающиеся села. Mesela Sıcıvut köyünde Abdurrahman Hoca Bariyev yazganına göre балабам bir medrese olgan ve o medresede İstanbul'da okup gelgen hoca apakayının beraber Hoca Ablay'ın yani Hoca Ablay kızlarını okutkan, akayı oğlan ballarını okutkan ve anda Kur'an'dan başka da coğrafya, tarih, edebiyat dersleri geçken. Ve derslerde, bakın medresede derslerde olar tercümanını okuganlar, Türkiye'den kelgen gazetlerini okuganlar. После прочтения молитвы в степи участники встречи односельчан отправились в ближайшее село Фонтан, где для них приготовили плов из жертвенного мяса и вкусные угощения. Здесь читали стихи, рассматривали старые фотографии и делились воспоминаниями. Рахметли анам Карасиджиуттан, якын көйдемді яшайды. Карасиджиут бабам салын көйінден Норвегиядан келдік, қуандық, таныш болдық, өпсілермен сау болыңыз. Мы не смогли остаться в стороне, решили обязательно участвовать в этом мероприятии, потому что это для нас очень дорого, свято. Мы хотели обязательно посетить наши места, места наших дедов, прадедов. Herkesini bugün mana topladık, herkesini gördük.
бір қуанышлы, бір нешей болды іште. Сау болыңыз. Организаторы обещают сделать встречу односельчан традиционной и в будущем проводить ее более масштабно.